нағыз жауапкершілікті бойына ала алатын еркек, ер азамат екенін сезінбейінше, пісіп жетілмейінше, кішкентай бала санасымен қалып қойған ер азаматтарда көбіне сондай болады. Сәлем алтындарым, мен сіздермен Жанна Бақытқызы Төремұратова, дәрігер акушер-гинеколог, сексолог, перинатальды психолог. Бүгін біз өте қызық темалардың бірі жыныстық қатынастан кейін қызықсыз болып қалу жайында әңгіме айтатын боламыз. Яғни, кейде әсіресе көбіне ер азаматтар айтып жатады, қызбен жақсы көріп, прям үйленем деп жүрем, бірақ арамызда жыныстық қатынас болғаннан кейін ол қыз маған қызықсыз бола бастайды. Неге солай? Бір емес, бірнеше мәрте мен де шаршадым, мен үйленгім келеді, отбасын құрғым келеді, бірақ сол қызбен жүріп, сөйтіп жыныстық қатынасқа түсеміз, арамыз суи бастайды. Неге дейді? Ал әйел азаматтарда керісінше жыныстық қатынастан кейін күйеуіне жаңағы жатқан ер азаматпен привязанность пайда болады. Сол азаматқа жабысып, жаңағы өзінің бір қылықтарын шығарып, бір сен маған обязансың деген сияқты нәрселер пайда болады да, ер азаматтар деп қаша бастайды. Бұл неге байланысты? Бұл біріншіден ер азаматтың әлі ересек, денесі ересек болғанымен жан дүниесі әлі кішкентай бала сияқты болғанына байланысты. Яғни есеймеген ер азаматтар кішкентай бала ойыншыққа қызығады, кейін ойнағаннан тастай салады, ойыншық біткеннен кейін қызығы басқа бір ойыншыққа қызығып кетеді. Дәл сол сияқты сана сезімі, ішкі жан дүниесі жетілмеген, нағыз жауапкершілікті бойына ала алатын еркек, ер азамат екенін сезінбейінше, пісіп жетілмейінше, кішкентай бала санасымен қалып қалған ер азаматтарда көбіне сондай болады. Бір жаңа ойыншықты қол жеткенге дейін соған қызығады, қол жеткеннен кейін ол шашылып бір жерде қалады. Дәл сол сияқты көп ер азаматтарда сондай нәрсені байқап жатамыз. Ондай жағдайда әрине ол ер азамат келіп психологқа, сексологқа барып жатқандығы үлкен жетістік. Оның дұрыс емес екенін түсініп жатқандығы. Ол ер азаматқа психологтың көптеген кеңесі керек. Өйткені көбіне балалық травма алған жасөспірімдер, балалар болашақта ер жеткен кезде оның ішкі жан дүниесі сол 5 жастағы травма алған жасында қалып қояды. Сол үшін олар ешқашан есеймейді. Денесі есейгенмен сана сезімі, понятиясы дейді, кішкентай бала күйінде қалып қояды. Сондықтан қыздарға қолым жетті, болды, енді маған қызық емес десе, ол өзінің мойнына жауапкершілік ала алмайды. Бір ойыншық есебінде қарайды. Ал қыз балалар сондай болмас үшін біреудің қолында ойыншық, біреудің қолында қолшық бар сияқты болып кетпес үшін міндетті түрде өздеріңізді қадірлеңіздер. Кім көрінгенмен жігіт болып жүрді ме екен деп кім көрінгенмен жата беру дұрыс емес. Ер азаматтар, сіздер де солай үйленіп, шешім қабылдап, ақ некеңізді қиып, сол қыздың тағдырына мен жауаптымын, мен содан туылған балалардың әкесі болуым керек деген ойыңызбен барлық нәрсе ниетке байланысты, солай ниеттеніп үйленуіңіз керек. Одан кейін қызбен жігіт болып көп жүре беруде дұрыс емес. Өйткені көп жүрген сайын біз мысалы свиданияға барған кезде қыздар қалай шығады? Әдемі, барлық баянын киіп, барын бойына жабыстырып, сұлу сымбат болып шығады. Ал кейін үйленгеннен кейін, жыныстық қатынастан кейін таңертең тұрған кезде шашы дода, аузынан жамсыз иіс шығып тұратын, тісі жуылмаған, бет аузы бұлшық-бұлшық болып күйеуінің жігіттің алдынан шыға келеді. Ол кезде жігіт шок болады, былайша айтқан кезде. Сол үшін ал жігіт свиданияға келген кезде жаңағы үстіне иіс суын сеуіп, әдемі таза киініп, ол да әдемі болып келеді. Ал сосын әйелінің алдында қарнын тыр-тыр қасып, қалай болса солай тұрсүйшең үйде жүреді. Сол кезде бір-біріне суып кетеді адамдар. Сол үшін үйленген кезде уже сен қалай бар, ол мен күйеуім болды, мен осылай қабылдау керекпін. Әйелім қалай бар, солай қабылдау керек. Және бірге дамыңыздар. Сұлулансаңыз да, әдемі болсаңыз да, әйеліңіз үшін, күйеуіңіз үшін солай дамысаңыздар, әлде қайда жеңіл болады. Ал біз иллюзия құрып алғаннан кейін ол әдемі қыз, ол әдемі жігіт, ол всегда маған сыпайы сөйлейді, иллюзия құрып алғаннан кейін шынайы өмірге келгенде разочарование болады. Сол үшін ешқашан иллюзия құрмаймыз, шынайы қалай бар, солай таныстырған жөн. Және тұрмыс құрған кезде де ер азаматты да қалай бар, солай қабылдап, әйел адамды да егер ұнамай жатса, оны бір жеңіл әдемі жеткізіп әйеліңізге, сен үйде әдемі барыңыз да үйге әдемі халат алып беріңіз, сексуальный халат алып беріңіз. Сонда әйеліңіз сол халатты киеді. Егер үйге киіп жүрген үй киімі ұнамаса, күйеуіңіздің тұрсымен жүргені ұнамай ма, онда арнайы специальный ваннадан кейін киіп шығатын халат алып беріңіз, үстіне киім алып беріңіз. Сенің осы киіммен шыққан маған ұнайды. Сен мына футболкамен жүрген кезде мен прям қозып кетем деп айтсаңыз, күйеуіңіз сол киімді киіп жүреді. Ұрсудың
иллюзия құрудың ешқандай қажеті жоқ. Бәріміз адамбыз, бәріміз пендеміз ғой. Сондықтан қателесуіміз мүмкін. Қателіктерді түзеу, алдыға жылжу, ол біздің адамдық борышымыз. Өз пікірлеріңізді жазсаңыздар. Қалай ол? Жыныстық қатынасқа дейін, түскенге дейін қызық, одан кейін қызық емес болып қалу. Ер азаматтарда осыны видеоны көріп отқан болды ма сіздерде? Болса, сіздер ол проблеманы қалай шештіңіздер? Жазып кетіңіздер.